Сәлеметсіңдер ме, балалар? Балалар, бүгін біз сендермен бірге жұмыртқамен және коламен тәжірибе жасаймыз. Тәжірибемізге бізге қандай заттар керек? Алима, айта қойшы. Бізге бір қасық. Аяла. Бір стакан кола. Жақсы, жарайсыңдар. Ал аяла, бірінші стаканымызға алып, мен саған көмектесейін. Суымызды құяйық, иә? Ал оған бір жұмыртқамызды салайық, аяла. Сала қой. Жақсы. Ал аяла, жұмыртқаны суға салғанда біз не байқадық? Жұмыртқа судан түбіне батып кетті. Су қандай? Су таза, мөлдір, жақсы. Ал енді Алима, біз екінші стаканымызды алып, мен саған көмектесейін. Коламызды құйып. Алима, коланы құйған кезде не пайда болды? Не пайда болды? Жүр. Ал енді жұмыртқамызды салайық, ақырын, абайлап салып, абайлап, ақырын салып. Жақсы. Анан қара. Алима, не болды? Жұмыртқаны колаға салғанда не істеді? Жұмыртқа не істеді? Жоғары көтерілді ма? Жоғары көтерілді, қара көріңі. Ал енді қазір біз осыны не істейміз? Жұмыртқамызды коладан алайық. Жақсы, ақырын. Коладан алайық. Жақсы. Ал енді жұмыртқамыздың түсі қандай болды, Алима? Сарғыш болды, жақсы. Аяла, сен ала қой судан. Жақсы. Жұмыртқамыздың түсі қандай екен? Судан шыққан. Демек, түсі өзгермеді. Дұрыс айтасыңдар, көрдіңдер ме, балалар? Жұмыртқаны суға салғанда және колаға салғанда біз қандай өзгерістерді байқадық? Суға салғанда түсі өзгерген жоқ, ал колаға салғанда түсі қайтты, Алима? Сарғыш болды. Дұрыс айтасыңдар, себебі колада әртүрлі бояғыш заттар бар. Дұрыс айтасыңдар. Ол ағзамызға өте зиян, коланы ішуге бола ма? Болмайды. Коланы ішсек тісіміз қап-қара болып кетеді, ал суды болмайды, суды көбірек ішкен пайдасы көп, коланы ішпеген абзал. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі біздің тәжірибеміз ұнады ма сендерге? Жақсы. Осымен біздің тәжірибеміз аяқталды. Сау болыңдар.